Қайырлы күн достар, бүгін осындай тәтті пирожный картошка жасаймыз үй жағдайында. Ең алдымен бізге керекті заттар: печенье, песочный печенье алсаңыздар болады, сары май, какао, қойытылған сүт. Печеньені блендердан немесе жаңағы қолмен оқтаумен жасап алсақ болады. Ары қарай сары майымызды печеньеға, какаомызды салып бір келкі қылып араластырамыз, видеодағыдай көрсетілгендей. Осылай араластырып аламыз. Сосын үстіне қойылатылған сүтімізді құямыз. Қойылатылған сүтті құйып болғаннан кейін видеодағыдай бір келкі масса жасаймыз. Пирожныйларымызды дайындауға кірісеміз. Өздеріңізге қандай формада ұнайды, сондай формада жасасаңыздар болады. Менің видеомда дөңгелекше қылып жасадым. Маған сол күйіндегі түрі ұнайды. Сондықтан да домалақ қылып жасадым. Міне достар, осындай әдемі шайға немесе қонақ келгенде тез дайын болатын пирожный картошкамыз дайын.